Сәлеметсіздер ме, құрметті оқушылар? Зерделі ұбт бөлімі құқық негіздері нұсқа талдау. Сіздермен бірге мен, Сәрсен Дәуірхан Құрманбайұлы. Біз бүгін сіздермен бірінші нұсқаны талдауды бастайтын боламыз. Бірінші нұсқа, бірінші сұрақ. Бірінші сұрақ бізде мемлекеттік саяси билікті ұйымдастыру тәсілі, қоғамды басқару әдістері, құралдарының жиынтығы. Жақсы, мемлекет нысаны дейді. Бізде енді А вариантында мемлекет нысанын ұсынған. Енді сіздерге түсініктірек болу үшін барлық тест сұрақтарына суреттер қосымша ұсынылады. Мысалдар келтіруіміз үшін мемлекет нысаны, В варианты саяси режим нысаны, С басқару нысаны және мемлекеттік құрылым нысаны. Енді жалпы әр тест сұрақтарына байланысты ортақ жаңағыдай мысал келтіріп өтейін. Мемлекет нысаны дегеніміз не? Мемлекет нысанына мына үш анықтама кіреді. Мемлекет нысаны не деген кезде қараңыздар. Біріншісі мемлекеттің басқару, екінші құрылым. Қазір көрсем, бұл құрылым нысаны деген неміз аумақтық құрылым деп келеді. Үшінші саяси режим. Саяси режим нысаны. Сонда бұл үшеуін басқару нысаны дегеніміз. Бірінші мемлекеттің нысанына байланысты. Басқару, құрылым, саяси режим нысаны және осыларды ұйымдастыру тәсілі деп келеді. Ұйымдастыру тәсілі. Енді саяси режим нысаны, басқару нысаны, құрылым нысаны. Енді әрқайсысына жеке-жеке тоқталам. Бірінші мемлекеттік басқару нысаны тоқталайын. Басқару нысаны дегеніміз, мына жерде С вариантын қарасаңыздар, кейбір мемлекеттерде монархия, ал кейбір мемлекеттерде республика. Республика. Сонда монархиялық, республикалық басқару формалары бар. Басқару нысанына байланысты. Басқару, монархия болса билік әкеден балаға мұра болып қалады. Республика болса ол жерде мемлекет басшысын сайлау арқылы тағайындайтын болады. Енді екіншісі мемлекеттік құрылым нысаны. Бұл жерде мемлекеттің құрылым нысанына байланысты екіге бөледі. Унитарлы немесе күрделі. Унитарлы болса, оған бізде Қазақстанды келтіреміз. Қазақстан. Қандай? Бір тұтас, бөлінбейді, бөлінбейтін. Енді белгілерін айтып өтетін болсам, барлық жерде бір ғана заң, бір билік, және мемлекеттің ішінде мемлекет жоқ. Яғни үй ішінде үй жоқ. Яғни бұған біз жазып қойық. Автономия жоқ деп қойсақ. Автономия жоқ. Мысалға автономия дегеніміз, мысалға Ресей Федерациясын қарайтын болсаңыздар, ол жерде көптеген автономиялар бар. Татарстан, Башқұртстан деген сияқты солардың, яғни Қазақстанда ондай нәрсе жоқ. Яғни Қазақстан қандай? Унитарлы, біртұтас, бөлінбейді. Оның мемлекеттің ішінде мемлекет жоқ, біздің үйдің ішінде үй жоқ деген сияқты. Енді күрделі болатын болса, бұған бізде Ресей Федерациясы, Америка құрама штаттары, ақш. Сонда бұлардың ерекшелігі неде? Бұларда барлық жерінде бір заң емес. Мысалға ақштың әр штаттарында заңдар әртүрлі. Мысалға Ресей Федерациясында бір билік жүйесі емес. Мысалға Ресей Федерациясының біртұтас жаңағыдай президенті болғанымен, әр бөлімнің, әр бөліктің өзіндік бір басқару жүйесі, өзіндік басшылары, өзіндік президенттері бар. Сонда бұл оларға яғни әртүрлі басқару формасы, яғни күрделі басқару формасы екендігін білдіреді. Мысалға Қазақстанның қай бөлігіне барсаңыз, бүкіл жерде бір президент және бүкіл жерде бірдей заң қолданылады. Сонда ол Қазақстанның унитарлы мемлекет екендігін білдіреді. Бұл мемлекеттің құрылым нысаны. Енді үшіншісі бізде саяси режим нысаны. Бұл бізде негізгі дұрыс жауап, яғни мемлекеттің несін білдіреді? Басқару әдісі.
мына жерде қарайтын болсаңыздар, бізде В вариантында кейбір мемлекеттер, мына қарасаңыздар, қаталдық мына жүйе ғой, бір системаның суреті. Сонда саяси режим болатын болса, мына жерге сызып көрсете салайын. Демократиялық немесе антидемократиялық. Демократиялық немесе антидемократиялық. Сонда демократия болса, бір не ғой, жаңағыдай мемлекетті халық басқарады, сөз бостандығы бар, адам құқықтары қорғалады, көптеген партиялар бар, сөз бостандығы деген сияқты, тәуелсіз бақ, азаматтық қоғам. Антидемократия болса, бір басшы, қатаң жүйе, бір ғана партия, жаңағыдай сөз бостандығы жоқ, адам құқықтары толық шектелген деген сияқты ұғымдармен келеді екен да. Жақсы. Енді екінші сұраққа өте берсем, екіншісі бізде құқықтық мемлекеттегі билікті бөлу қағидатының негізгі мақсаты. Яғни билікті бөлу деген ұғым, яғни бізде не? Билікті не үшін бөлеміз? Билікті бөлеміз, билік күшті болып кетпес үшін, билік бір қолда шоғырланып, басқаларға қысым көрсетпес үшін. Сонда бұл А варианты биліктің бір қолға шоғырлануын болдырмау дейді. Сот билігінің үстемдігін қамтамасыз ету, парламент өкілеттілігін шектеу, атқарушы билікті күшейту дейді. Енді қарасаңыздар, мына жерде атқарушы билікті күшейту деп тұрған ұғымдар, атқарушы билікті күшейтудің мақсаты бәрібір билікті бөлуге сәйкес келмейді ғой. Сонда бәрібір не істегісі келіп тұр бұлар? Бұлар билікті бір адамның билігін күшейткісі келіп тұр, дұрыс па? Билікті бөлу емес, біреудің билігін. Парламент өкілеттілігін шектеу дейді. Тек қана парламент өкілеттілігін шектеп, мына жерде президентпен немесе жаңағыдай атқарушы биліктің билігін жоғарылатып жіберетін болсақ, тағы болмайды. Тепе-теңдік жүйе болу керек қой билікті бөлген кезінде барлығына. Яғни үшіншісі, сот билігінің үстемдігін қамтамасыз ету. Тағы да не істеп тұр? Біреудің билігін жоғары көтергісі келіп тұр. Сонда билікті бөлу қағидатының негізгі мәні не істегісі келмейді? Билік бір қолға шоғырлануын болдырмау үшін. Билік не істемеу керек? Бір қолға шоғырланып кетпеу керек. Билік бір қолға шоғырланып кететін болса, онда басқа тараптарға қысым көрсете бастайды. Сонда бұл тоталитаризм, авторитаризм деген сияқты белгілермен сәйкес келеді. Мысалға Италиядағы Муссолини, Германиядағы Гитлер, СССРдегі жаңағыдай кезіндегі КСРОдағы Сталиннің тоталитарлық жүйесімен сәйкес келеді. Билік бір қолда, шексіз билік деген сияқты. Сонымен құқықтық мемлекеттің бұдан басқа да қағидаттары жеткілікті негізі. Жаңағыдай заңның үстемдігі, сот пен заң алдындағы барлық адамның теңдігі, соттардың тәуелсіздігі, адам құқықтарының жаңағыдай қамтамасыз етілу деген сияқты. Жалпы осылай белгілермен кездеседі. Жалпы билікті бөлу қағидаты сонда не мақсатта болады? Билікті бір қолға шоғырландырмау мақсатында. Енді осыған тағы бір мысалдар келтіріп өтейін. Ол бізде келеді, өте көп келетін ұғымдар. Вето деген келеді. Вето. Одан кейін импичмент деген келеді. Импичмент. Үшіншісі вотум деген сөз жазып қойсайын. Бұл бізде вето құқығы бізде болады, президентте болады. Президентте болады. Ал импичмент болады бізде парламентте болады. Ал сенімсіздік вотумы тоже енді сенімсіздік вотумы деп келеді. Бұл тоже парламенттің құқығына кіреді. Енді бұл жерде қай кезде қалай қолданады? Так. Енді вето құқығы, егер парламент дұрыс емес заң шығарса, яғни халыққа ыңғайсыз, тиімсіз, дұрыс емес, яғни асығыс шешім қабылдаған кезінде президент оған не істейді? Вето құқығын енгізеді. Яғни заңға күдікпен қарап, күмәнмен қарап, оны мүлдем айналымнан алып тастайды. Сонда президенттің вето құқығы, екі түрлі вето құқығы бар, бұл абсолютті вето. Абсолютті вето. Заңды мүлдем алып тастау деген нәрсе. Екіншісі салыстырмалы вето. Салыстырмалы вето құқығы.
Сонда салыстырмалы болатын болса, президент заңға қол қоймаймын дейді, күдікпен қарайды, күмәнмен қарайды, дағыны парламентке өзіне қайтарып жібереді. Яғни парламентке айтады, сендер өздерің дауысқа сал, өздерің қабылдай беріңдер, мен бұны яғни санкциялаудан, яғни заңды қолданысқа енгізуден бас тартамын деп өзінің кері жаңағыдай қарсылығын білдіреді. Ал егер президент артық кетіп жатса, президент өз құқықтарын асыра пайдаланып мемлекетке опасыздық жасап жатса, иә, бұл жерде бізде келеді Қазақстан Республикасының Конституциясының 47-ші бабы 4-ші тармағы деп келеді. Тармақ. Сол жерде президентке бізге импичмент жариялауға парламенттің құқығы бар. Қай кезде? Опасыздық жасаған кезде. Яғни өз мемлекетіне опасыздық жасаған кезінде, опасыздық деген енді сатқындық қой. Сондай бір жасаған кезінде парламент президентті, яғни биліктен кетіріп жіберуге құқығы бар. Яғни бірақ дауысқа салады. Дауыс беру нәтижесінде кемінде жаңағыдай 4-тен жаңағыдай 3-і дауыс беру керек болады. Сол кезде биліктен, яғни президент кетеді. Үшінші, сенімсіздік вотумы. Бұл бізде үкімет дұрыс жұмыс істемей жатса. Үкімет дұрыс жұмыс істемей жатса, оған парламент яғни сенімсіздік вотум жариялайды. Тура солай, жаңа дауысқа салу нәтижесінде үкіметті отставка, яғни биліктен кетуге мәжбүрлеуі мүмкін екен. Жақсы, үшіншісі, адамның тумысынан пайда болатын мемлекеттен ажырағысыз және оның табиғатына тән ажырамас мүмкіндіктер. Енді табиғатына тән ажырамайды деп тұр, ажырамайды. Мемлекеттен ажырағысыз адамның тумысында пайда болады деп тұр, адам туған кезде пайда болады. Бұл бізде позитивті құқықтар дегеніміз түрлі іс-әрекеттермен айналысу құқықтары, дұрыс па? Енді бұл позитивті құқықтар әрине бұл бар нәрсе, бірақ туған кезде пайда болады деп айта алмаймыз. Белгілі бір уақыт келген кезде, белгілі бір мүмкіндіктерге байланысты пайда болуы мүмкін. Енді саяси міндеттер дейді, бізде саяси міндет деген нәрсе жоқ негізі. Саяси құқықтар деп айтуға болады. Саяси құқықтар. Мысалға бізде белгілі бір жасқа келген кезде, мысалға бізде 18 жасқа келген кезде, 18 жастан ассаңыз, сізде яғни саяси құқықтарыңыздың бірі дауыс беру құқығыңыз пайда болады, дұрыс па? Аржа қарай, бірақ бұның дауыс беру құқығыңыз пайда болу үшін сіздің 18 жасқа толуыңыз керек деген сияқты ұғым бар. Үшіншісі, табиғи құқықтар дегеніміз, яғни адамның қандай еркін өмір сүру, еркіндік, бостандық, өмір сүру деп келеді. Өмір сүру табиғи құқықтар, мына жерге жазып қойсаң, өмір сүру деп. Жеке бас бостандығы, сонда бұл бізде адамға тумысынан берілетін табиғи құқықтар болып есептеледі деген. Біз 2-нің жауабын белгіледік пе? Так, 2-нің жауабы сонымен бізде болды. Биліктің бір қолға шоғырлануын болдырмау үшін, түсінбей қалып жүрмеңіздер. Жақсы, аржа қарай. Қазақстан Республикасында сот ісін жүргізу тіліне қатысты конституциялық және процестік талапты көрсетіңіз дейді. Енді бұл сот процесіне байланысты 4-ші тарауда кездеседі. 4-ші тарау кітабымыздың 4-ші тарауында кездеседі. Бұл жерде бірінші А варианты бізге не дейді? Сот ісін жүргізу тілі сот қатысушы тараптардың өзара келісімі бойынша кез келген шет тілінде дейді. Қараңызшы, шет тілінде деген сөз бізге мүлдем сәйкес келмейді. Кез келген шет тіл деген. Мүмкін олар қазақ тілінде өткізгісі келетін шығар. Сонда шет тіл деген сөз бізге уже болды, бұл сұрақтың, бұл варианттың дұрыс емес екендігін көрсетеді. Енді екінші, сот ісі қай тілде? Қазақ тілінде жүргізіледі. Ал сот ісін жүргізуде орыс және басқа ресми түрде қазақ тілімен ресми тілдер, басқа тілдер. Енді басқа тілдер дегеніміз қазір түсіндіріп көрсететін боламын. Ресми түрде қазақ тілімен тең қолданылады деп тұр. Сонда бұл жерде бізде қазақ тілін қолдану, орыс тілін қолдану немесе басқа да тілдердің қолданылуына ешқандай бір шектеу, кедергі жоқ екен. Нақты бізде мына тілде ғана жүргіземіз деген бір не жоқ. Мына жерде С вариантында көрсеткен, сот ісі тек қана мемлекеттік тілде жүргізіледі дейді. Мемлекеттік тілде мысалға өзге ұлт өкілдері бірімен соттасып отыратын болса, қазақша сот жүргізетін болсақ, сотты ешкім түсінбейді ғой енді олар. Немесе сот ісін жүргізу әрбір
нақты жағдайда жергілікті атқарушы орган әкім дербеспелік дейді. Әкімге қатысы жоқ нәрсе бұл сот процесі, яғни сотқа қатысты нәрсе, иә. Сол себепті әкімдікке байланысы жоқ. Міне бірінші сурет қате, екінші сурет тек қана қазақша қате, ал сот кейде қазақ тілінде, кейде орыс тілінде, сонымен қатар басқа да тілдерде жүргізілуі мүмкін. Сонымен бізде дұрыс жауабы В варианты. Сот ісін жүргізудегі тілдік қағидат. Сот қазақ тілінде де, сонымен қатар орыс тілінде, сонымен қатар басқа да тілдерде ресми қазақ тілімен қатар тең қолданылады. Енді бізде екі бір ағылшын азаматы бірімен соттасып жатса, енді біз оларға орысша немесе қазақша сот ісін жүргізбейміз ғой. Сол сияқты қағидат. Келесі, енді оңай сұрақ. Қазақстан Республикасының президенті болып сайлану үшін жас шектеу дейді. Енді әрине 25 жас деген бізде әлі ерте деп есептейміз. Бұл кезде тек қана біз береміз. Қандай? Мәжіліс депутаты болса болады. Мәжіліс депутаты, иә. Егер 20 жастан асқан болатын болса, 20 жастан, онда маслихат депутаты болар еді. Маслихат. Ары қарай 35 жас, енді бізде 30 жастан асса, сенатқа береміз, сенат депутаты. Сенат депутаты бола берсе болады. Енді бізде қазіргі кезде норма не? Қазақстан Республикасының президенті болу үшін жасың 40-тан асқан болу керек, яғни кемелденген шағы дейміз, мемлекеттік басқару саласында жұмыс жасаған, елдің астанасында тұрған, туғаннан Қазақстанның азаматы деген сияқты. Одан басқа да талаптар осы ғой. 40 жасқа толған, жоғары білімді, мемлекеттік тілді еркін меңгерген, туғаннан Қазақстан Республикасының азаматы, соңғы 15 жылда Қазақстан Республикасының аумағында тұрақты тұрған азамат Қазақстан Республикасының президенті бола алады. Бірақ бұдан да басқа қосымша талаптар қойылады екен. Жақсы, ары қарай. Әкімшілік жазаның ең жеңіл түрі дейді. Енді қарасаңыздар, былай қарай суретте көрсетілген сізге мына қиындатылған, иә? Былай. Сонда бірінші не беріп жатыр? Қоғамдық орында не істеген? Темекі шеккен үшін оған ескерту берді. Ескерту. Ал екінші қарап тұрсаңыздар, оған не істеді? Жылдамдықты асырған үшін айыппұл салып отыр. Ал үшіншісі, ол бірнеше рет қайталап құқық бұзғаны үшін оны не істеді? Оның правасын, яғни өзінің көлік жүргізу құжатын алып қойды. Өзінің көлігі айыппұл тұрағына кетті десек болады. Одан кейін үшіншісі, төртіншісі, яғни аса ауыр бірнешелер бір әрекеттер ішіп алып көлік жүргізген бе, енді бірдеңелер жасаған үшін не істеді? Арнайы әкімшілік қамақ қалды. С вариантына келеді, С вариант әкімшілік қамақ қалды. Сонда бізде адамның, яғни моральдық тұрғыдағы жаза деп есептейміз, бұл бізде ескерту жасау ең жеңіл түрі болып есептеледі екен. Айыппұл деген кезде адамның мүліктік ауыртпалық салады деп келеді. Мүліктік ауыртпалық. Адамның мүлкі азайып қалады. Солай келеді, мүлкі азаяды деп. Арнайы құқықтан айыру түсінікті деп ойлаймын, яғни белгілі бір іс-әрекетпен айналысу құқығынан уақытша немесе өмір бақи айырып тастауы мүмкін. Әкімшілік қамақ. Әкімшілік қамаққа байланысты бізде келеді 30 тәулік. Немесе енді дейін ғой, 30 тәулікке дейін. Төтенше жағдайда 45 тәулікке дейін. Әкімшілік қамаққа алынады деген. Жақсы, ары қарай жалғастырамыз, түсінікті болса. Келесі бізде жер қойнауы, су көздері, өсімдіктер мен жануарлар дүниесі Қазақстан Республикасында кімнің меншігінде болады деп тұр. Енді мемлекет меншігі, жеке кәсіпкердің меншігі дейді, шетелдік инвесторлар меншігі, жеке меншікке жатады. Енді бізде тек қана егер жер деген вариант не болады дейтін болса, онда біз екеуіне жатсамыз. Бұл жер мемлекеттік және не бола береді? Және жеке меншікте бола береді. Ал бізге сұрап тұр өзі, жердің қойнауы деп тұр, жердің асты, су көздері, өсімдіктер, жануарлар дүниесі, жабайы жануарлар дүниесі деп келеді кейде.
Сонда бұлардың барлығы уже бізде мемлекеттің меншігіне кіреді екен, мемлекеттің меншігіне кіреді екен. Жеке кәсіпкерлердің меншігі дейді. Бұл жерде енді олар арнайы бір қоршалған болуы мүмкін, жеке кәсіпкерлік меншік беріледі. Әрқайсының өзіндік бір территорияға байланысты жауап береді. Бірақ ол жерде нақты жердің қойнауына немесе өсімдіктер мен жануарлар дүниесіне немесе ормандарға, көлдерге ондай жеке меншік бізде берілмейді екен. Ар жақ қарай жеке меншік дегеніміз енді нақты бізде үй, көлік сияқты немесе бір жерге байланысты беріле береді деп айттым жаңа. Енді шетел инвесторларының меншігі негізі қазіргі кезде шетел инвесторларына, шетелдіктерге бізде жерді сатылмайды, жер тек қана жалға беріледі. Жақсы, олай түсінікті болатын болса, келесі сұраққа өте берсем, бізде қылмыстық жауапкершілікке тартудың ең төменгі жас шегі деп тұр. Жақсы, бұл бізде ауыр қылмыстар үшін деп келеді. Бұл бізде Қазақстан Республикасының қылмыстық кодексі, жаңылыспасам 15-ші бап деп келеді. 15-ші бапта қандай қылмыстар үшін бала неше жастан бастап, ең ауыр қылмыстар үшін 14 жастан бастап жауапкершілікке тартылады деген. Сонда қарасаңыздар, 12 жастан бастап мүлдем субъектісі болып табылмайды. Субъект емес. 14 жаста субъектісі болады, бірақ ауыр қылмыста. Уже бізде 16 жас негізгі жалпы қылмыстарда, бүкіл қылмыстарда. Үшіншісі 18 жас, енді біз келіп қалу мүмкін. Кейде 18 жаста қылмыстық жауапкершілік тек қана бір әскери деп келуі мүмкін. Әскери қылмыстарда. Жалпы бізде 14 жастан бастап ауыр қылмыс жасасақ, өзіміз жауапкершілікке тартыла береміз. 12 жас, міне көрсетілме, 12 жас мүлдем жоқ. 14 жастан бастап ауыр қылмыстар үшін кете береміз. 16 жастан бастап барлық қылмыстар үшін, 18 жастан бастап та бүкіл қылмыстар үшін жауапкершілік тартыла береміз. Бірақ енді 18 жас емес, негізгі жас 16 жас. Қылмыстың субъектісі деп сұраса 16 жас белгілейміз. Келесі, Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес мемлекеттік функцияларды орындаушы тұлғалардың сыйлық қабылдауына қатысты норма. Сыйлық қабылдауға бола ма? Өйткені не істеп жүр ол? Мемлекеттік функцияларды орындап жүрген адам. Госслужащий, мемлекеттік қызметші. Құны 2 айлық есептік көрсеткіштен, яғни 2 айлықтан аспайтын сыйлықтарға рұқсат етіледі дейді. Рұқсат етіле ме? Жоқ, етілмейді. 2 айлық просто ол не емес? Қылмыс емес. Бірақ бұл үшін әкімшілік айыппұл салынуы мүмкін, немесе тәртіптік жаза тағайындалуы мүмкін. Яғни ескерту, сөгіс, қатаң сөгіс деген сияқты жазалар тағайындалуы мүмкін. Келесі, В. Қызметтік өкілеттілігіне байланысты кез келген түрге сыйлықтар алуға тыйым салынады дейді. Яғни оған өз қызмет аясында ешқандай сыйлық алына алмайды. Рахмет, жаңағыдай шын көңілден деген сөздер жүрмейді деген. Жоғары тұрған басшылықтың жазбаша келісімі болған жағдайда дейді. Енді жазбаша келісім беріп жатыр екен деп ол алмайды, ондай келісім деген нәрсе мүлдем жоқ. Егер сыйлық алдын ала уәделесусіз берілсе, яғни ризашылық белгісі ретінде, жаңағыдай шын көңілден мен бергім келіп тұр сізге, сіз бізге өте көп жақсылық жасадыңыз дейтін болса, бәрібір ол бере алмайды екен. Өйткені бізде не мемлекеттік функцияларды орындап жатқан адамға ондай сыйлықтар алуға, ондай нәрседен аулақ болуға шақырамыз. Келесі, 14 жасқа толмаған балалардың азаматтық іс-әрекетке қабілеттілігі. Яғни бізге 14 жасқа толмаған деп тұр. Толмаған деген сөз уже бізде минус 14 жастан бастап. Яғни 14 жасқа жетпеген балаларда. Бұл жерде толық қабілеттілік дейді. Толық қабілеттілік бізде басталады негізі 18 жастан басталады. Жартылай деген нәрсе бар. Жартылай деген нәрсе негізі айту мүлдем келмейді. Ондай жартылай деген нәрсе жоқ бізде, ондай ұғым жоқ. Жартылай деген. Бізде бар, бірақ шектеулі деген нәрсе бар. Шектеулі. Бұл бізде береміз. Бұл плюс 14 жастан бастап бере береміз. Яғни 14 жастан бастап бала бір іс-әрекеттер жасай алады, бірақ барлығын емес.
шектеулі. Мысалға мынаны қарасаңыздар, өзіне айран, сүт сатып алады, бірақ велосипед емес. Түсіндіңдер ғой? Уже қымбат заттарға келген кезде оған бір шектеулер қойылып қалады. Іс-әрекетке мүлдем қабілетсіз, яғни бізде 14 жасқа толмағандармен жасалған кез келген әрекет, келісім, оның барлығы уже бізде жаңағыдай іс-әрекетке қабілетсіз деп есептеледі, яғни заңнама бойынша дұрыс емес іс-әрекет. Сонымен 14 жасқа толмаған балалардың азаматтық іс-әрекетке қабілеттілігі бұл қабілетсіз деп айтады екенбіз. Келесі, авторлық құқықтың заңнамада белгіленген қолдану мерзімі. Авторлық құқық бізде 11-12 тарауда кездеседі. Автордың жалпы авторлық құқық беріледі, оған автордың туындысы өзінің өмір бойында беріледі. Мына жерде бізге енді көрсеткен 50 жыл деген, 10 жыл деген, 25 жылды көрсеткен екен. Өзінің өмір бойы ресми жалған сәттен бастап 10 жыл дейді. Жоқ. Бізде заңнама бойынша нақты көрсетілген автордың өмір бойы жазған кезінде, өзінің тірі кезінде өмір бойы авторлық құқық тұра береді. Ол өлгеннен кейін оған 70 жыл бойы сақталады екен. Авторлық құқықпен қорғалады. Аржа қарай уже ол ортақ игілікке айналады. Ортақ игілік деген сөз уже оны кез келген тұлға қалаған жаңағыдай мақсатында пайдаланса, ешқандай авторлық құқықты бұзу болып есептелмейді деген. Так, 50 емес, жаңағыдай 6 жыл, 10 жыл емес, 25 жыл емес, нақты бізде қанша? Жазған уақыттан бастап өлгенге дейін, өлгеннен бастап аржа қарай 70 жылға дейін оған авторлық құқық қорғала берілген. Жақсы, аржа қарай. Ерлі-зайыптылардың некеде тұрған кезінде жинаған мүліктерінің құқықтық режимі дейді. Енді екеуі некеде тұрған кезінде деп тұр, некеде тұрған кезінде сұрақ алыс болып келеді. Осы жерде дұрыстап мән бергеніміз дұрыс. Күйеуінің жеке меншігі, әйелінің жеке меншігі дейді. Мысалға, екеуі некеде тұрған кезде тек қана күйеуінікі, тек қана әйелінікі болады деп тұр. Бұл екі ұғымда бізге сай келмейді, өйткені бұл некелеспей тұрып жинаған мүліктер. Күйеуінің жеке меншігі, әйелінің жеке меншігі болатында, бұл некелеспей тұрып алған заттары. Одан кейін неке кезінде сыйлық қалса, сыйлық қалған заттары әрқайсысының өзіне тиесілі болады, яғни ортақ болып есептелмейді. Одан кейін мұра қалған заттары, яғни бұлар некелескеннен кейін де бәрібір не бола береді, жеке адамның өзіне ғана тиесілі болып есептеле береді. Сонда үлестік меншік болмайды. Үлестік деп отқанымыз, қарасаңыздар, енді егер бұлар еңбек шартын жасаса, еңбек шартын жасаса, кешіріңіздер, еңбек шартын істады. Неке шартын жасаса, сонда бұл жерде неке шартын жасаған кезде, оны некелеспей тұрып та, некелескеннен кейін де жасай беруге болады. Сонда күйеуі не істеді? Өзінің, яғни егер ажырасу жағдайында мүліктің 60%, яғни не істейді? Менде қалады да 40% саған өтеді деді. Бұл үлестік меншік дегеніміз осы. Яғни белгілі бір үлес қана өтетін болады әрқайсысына. Сонымен олардың уже некеде тұрған кезінде алған заттарының барлығы ортақ жалақысын алды, жаңағыдай жинаған зейнетақысын алды ма? Бұл уже бізде бірлескен ортақ меншік деп есептеледі деген. Жақсы, олай болса келесі сұрақ. Кәмелетке толмағандармен 18 жасқа дейінгі еңбек шартын жасау кезінде тыйым салынатын жағдай. Бұл да енді сіздерге үлкен қиындық тудырады деп ойламаймын. Жеңіл жұмыс жасай беруге болады, болады оғанда. Так, мынау оқудан бос уақытында сабақ 2-де жұмыстан оқудан шықты, 3-те барды, 5:30-ға дейін істеді тағыны, үйіне қайтты. Бола ма? Болады. Ешқандай сабаққа, оқуға кедергі келтірмейді. Үшіншіден қарасаңыздар не істеп жатыр? Өзі ауыр, денсаулыққа зиянды, қауіпті еңбек жағдайларын жасап жатыр. 18 жасқа толмағандарға бұндай жұмыстар жасауға мүлдем тыйым салынады. Аржа қарай жалғастырып кетуге болады. Түнгі жұмыстар, түнде істейтін жұмыстар, так, зиянды, қауіпті жұмыстар дегенді айттық.
Одан кейін мынау ішімдік өнімдерін тасымалдау. Жалпы андай клуб, бар деген сияқты түнгі жаңағы бір сондай бір түрлі жерлерде бұларға жұмыс істеуге мүлдем тыйым салынады. Және оларда жұмыс істеу үшін міндетті түрде ата-анасының келісімі керек және медициналық жаңағыдай тексерістен өткен болу керек. Медициналық тексерістен өту керек болады. Так, ата-анасының келісімімен жұмыс істей беруге болады. Сонда бізде кәмелетке толмағандарға еңбек шартында жасасу кезінде тыйым салынатын, яғни зиянды, қауіпті түнгі ішімдік өнімдерін тасымалдау сияқты темекі өнімдеріне байланысты сату, тасымалдау, сол сияқты іс-әрекеттердің барлығына тыйым салынады жалпы. Келесі, қылмыстық іс бойынша сотқа дейінгі тергеп-тексеру жүзеге асыратын лауазымды тұлға. Жақсы, бізде бұл сот нақты сот процесін жүргізеді. Бұл сот, судья нақты сот процесін толық жүргізуші. Бұл тек қана қылмыстық сотқа дейінгі деп тұр бұл жерде бізге. Сотқа дейінгісі керек болып тұр. Тергеуші, адвокат ұғымы бізде не болады? Сотта қорғаушы болады. Сонда сотта сізді қорғаушы болатын жалғыз тұлға ол адвокат. Өйткені адвокат болу үшін арнайы лицензия керек. Лицензиясы жоқ адам сізді қорғаушы, адвокат болып табылмайды. Сот орындаушының қызметі қандай? Сот орындаушысы, мына жерде қарап тұрсаңыздар, не істеген? Сізге қатысты соттың шешімі шыққаннан кейін, мысалға үйді босату туралы, мүлікті тәркілеу туралы, соның дальше аржа қарай орындалуын сот орындаушы жүзеге асыратын болады. Егер сіз өз еркіңізбен жүзеге асырмайтын болсаңыз, сот сізге мысалы қатысты бір шешім шығарды, ол бойынша сіз біреуге 500 мың теңге болмаса 10 миллион теңге көлемінде моральдық, материалдық шығын төлеу керексіз. Бірақ сіз өз еркіңізбен орындамасаңыз, сот орындаушы оны сізге мәжбүрлеп орындататын болады. Аржа қарай адвокат сотта қорғаушы болады дедік. Ал енді тергеуші нақты не істейді? Қылмыстық іс бойынша сотқа дейінгі тергеп-тексеруді жүзеге асырады. Енді бізде балалардың жаңылысатын екіншісі бар, бізде анықтаушы деген бар. Егер анықтамасында осы жерде анықтаушы іс бойынша сотқа дейінгі тергеп-тексеруді жүзеге асыратын лауазымдыға, екеуінің негізгі функциялары өте ұқсас келеді. Бірақ бұл жерде біз анықтамасы бойынша құқық кітапта былай келеді. Егер сізде анықтаушы деген болса, сізде алғашқы қылмыстық деген сөз кездеспеу керек. Сонда сізге келеді іс бойынша сотқа дейінгі тергеп-тексеруді жүзеге асыратын лауазымды тұлға деп келтірсек болады екен. Сонымен аржа қарай 15-ші сұрақ, азаматтық құқықтағы талап қою мерзімінің заңды мазмұны. Жалпы талап қою дегеніміз не? Сонда бұл жерде бізге келтіріп тұр, бұзылған құқықтарды қорғау мақсатында сотқа жүгінуге берілген уақыт дейді. Судьяның іс материалдарын зерттеп нақты шешім шығаруға арналған мерзім дейді. Жоқ, бұл енді ол мерзім мүлдем оған қатысты емес, жаңағыдай. Судьяның материалды зерттеп шешім шығару уақыты бұл сот процесіне қатысты кететін нәрсе. Сот шешімі заңды күшіне енгеннен кейін оны мәжбүрлеп орындату уақыт дейді. Жоқ, бұл да емес, бұл да сот процесіне кіретін уақыт. Тараптар арасындағы келісімшарттың қолдану аяқталу. Бұл бізде келісімшарттың жаңағыдай қолдану мерзімі. Келісімшартқа байланысты бір құжаттың аяқталу уақыты. Ал енді бізге нақты айтып тұрған нәрсе, азаматтық құқықтарға талап қою мерзімі бұзылған құқықтарды қорғау мақсатында сотқа жүгінуге берілген уақытқа байланысты айтып тұр. Сотқа қай уақытта жүгінуге болады? Көбінде негізі талап қою мерзімі жаңағыдай 1 жылдан асып кетпеу керек. Жақсы, аржа қарай жалғастырамын. Азамат әкімшілік құқық бұзушылық туралы хаттама мазмұнымен келіспеген жағдайда құқықтық іс-әрекет. Енді адам оған қатысты протокол, яғни хаттама толтырды, ол не істейді? Хаттаманың күшін жоюды сол жерде ауызша
талап ету дейді. Енді ауызша талап ету деген нәрсе мүлдем бұл дұрыс емес іс-әрекет та, дұрыс па? Бұл жерде енді тікелей жаңағыдай полиция органына лауазымды тұлғаға келіспеу, қарсы болу, қарсы шығу деген сияқты іс-әрекет болып есептеледі, мүлдем сай емес. Екінші, хаттамаға қол қоюдан бас тартып, яғни хаттамаға қол қоймаймын деп бас тартып, кездеспеу себебін жазбаша не істеп береді дейді, тіркеп береді дейді. Үшіншісі, хаттама толтырған сәттен бастап айыппұлды даулау құқығынан айыру дейді. Так. Енді бұл сонда ары қарай айыппұл алғаннан кейін жаңағыдай ештеңе істей алмай жүрмейді ғой. Сол себепті айыппұл алмай тұрып не істейді, мен мүлдем бұл хаттамамен келіспеймін деп айыппұлдың келмеуі үшін жаңағыдай дауласу үшін сот процесін күтетін болады. Хаттама тек адвокаттың қатысуымен ғана қойылуы міндетті дейді. Бұл мүлдем сай келмейтін ұғым. Сонымен сонда бізде болатын жауап хаттама қол қоюдан бас тартып не істейді, өзінің келіспеу себебін жазбаша тіркеп береді деген. Жақсы, ар қарай бұл жерде енді көп талдау керек жоқ деп ойлаймын, барлығы түсінікті деп ойлаймын. Ар қарай халықаралық құқық жүйесі ұлттық құқық жүйесінен басты ерекшелігі. Ұлттық жүйе дегеніміз мысалға Қазақстан Республикасының конституциясы деп жазып қойсақ. Бұл қандай құқық жүйесі? Бұл ұлттық құқық жүйесі. Бір мемлекеттің ішіндегі, Қазақстан Республикасының ішіндегі заңнама. Ал халықаралық құқық не болады сонда? Халықаралық құқық ұлттық жүйесіне кірмейді. Бір ұлтты қорғамайды. Мысалы, халықаралық біріккен ұлттар ұйымында қазақтардың жаңағыдай мәртебесі өте жоғары. Қазақтар қонақжай деп жазылып қоймайды ол жерде. Қазақтар керемет, қазақтар мейірімді. Оларға басқаша көзқараспен қарауымыз керек, оларға бір статус беруіміз керек деп айтылмайды. Сонда ары қарай құқықтық нормалар тек бір мемлекеттің аумақтық шекарасымен шектеледі дейді. Сонда халықаралық құқық нормалары тек қана Қазақстанның құқық нормаларымен шектелетін болса, онда жол не ол халықаралық болмайды. Екінші, нормаларды қабылдайтын бірыңғай үстем заң шығарушы орган парламент тарапынан бекітіледі дейді. Яғни халықаралық құқық нормаларын парламент бекітпейді. Парламент ол тек бір мемлекеттің ішінде, мысалы Қазақстан Республикасының конституциясын өзгерту үшін, басқа да заңдарын өзгерту үшін ол ұлттық жүйе кіреді тағы да. Сонымен алғашқы екі ұғым бізде мүлдем сәйкес келмей тұр. Құқық нормалары егеменді мемлекеттердің өзара келісімі және ерік білдіру нәтижесінде жасалады дейді. Сонда халықаралық құқық бүкіл мемлекеттер ол жерде келісім білдіру керек, ерікті болу керек, сол арқылы жасалады. Құқықтық реттеу объекті тек жеке тұлғалардың мүддесін қорғайды дейді. Сонда жеке тұлғаның мүддесін қорғайды, бірақ тек емес, тек қана жеке тұлғалардың емес, мемлекеттердің де басқалардың да. Сонда қарасаңыздар, мына жерде жеке тұлға деп, мысалға бізде неке қию деген бар, неке. Халықаралық құқықта егер шетел азаматы мен Қазақстан азаматы немесе екі азамат, жалпы екі мемлекеттің азаматы бірімен неке қиғысы келсе, ол халықаралық жеке құқық нормаларымен қорғалатын болады. Сонымен бізде дұрыс жауабы С жауабы екен. Ары қарай білім беру, ғылым, мәдениет мәселелерімен айналысатын штаб пәтері Парижде орналасқан Біріккен ұлттар ұйымының мамандандырылған мекемесі. Енді Біріккен ұлттар ұйымының мамандандырылған мекемесі мынау да мамандандырылған мекемесі. Бірақ бізге подсказка беріп тұр, яғни оның штаб пәтері Парижде деп тұр. Бұның айналысатын мәселесі білім, ғылым, жаңағыдай мәдениет деп тұр. Енді ары қарай ЮНИСЕФ болатын болса, бұл бізде не қандай? Халықаралық балалар ұйымы. Балалар ұйымы, балалар қоры деп жазып қойды. Сонда бұл балалардың құқықтарын қорғау үшін құрылған ұйым, ЮНИСЕФ. Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымы, енді бұл қарасаңыздар білім, ғылым, мәдениетке қатысы жоқ. Бұл бізде енді атайып тұр өзі денсаулық, халықаралық коронавирус боламын, сол сияқты бір денсаулық саласы бойынша әрекеттермен жаңағыдай жұмыс жүргізетін болады. Халықаралық еңбек ұйымы,
халықаралық еңбек ұйымы бізде өзі атайып тұр, еңбек жағдайын жақсарту үшін жұмыс істейді. Еңбек жағдайын жақсарту. Так. Еңбек жағдайын жақсарту. Енді халықаралық еңбек ұйымының негізгі штаб пәтері, мына штаб пәтері Женева қаласы. Женева қаласында. Жаңағыдай 1919 жылы халықаралық еңбек ұйымы жаңағы құрылған. 20 жылдан бері 1900 Версаль деген бейбіт келісімшарт бар ғой. Версаль бейбіт келісімшарты негізінде құрылған. 1920 жылдан бері штаб пәтері Женева қаласында орналасқан деп келеді. ЮНЕСКО бізде не істейді? Білім, ғылым, мәдениет мәселелермен айналысады. Осы үш сөзді білсеңіздер, егер білім, ғылым, мәдениет деп жаттап алсаңыздар, ЮНЕСКОны жаттау оңай болады. ЮНЕСКО енді бұл 1992 жылы Қазақстан оның құрамына кірді. ЮНЕСКО туралы енді халықаралық құқық бөлімін оқысаңыздар, ол жерде сіздерге тағы да қандай ақпараттар берейік. Так, ЮНЕСКО орталығы Париж, штаб пәтері Парижде орналасқан, білім, ғылым, мәдениет мәселесімен айналысады дедік. Қазақстан 92 жылы ол ұйымның құрамына кірді дедік. Одан кейін құрамында 195 мемлекет бар деп келеді. 195 мемлекет бар. Жалпы осындай деректер кездеседі. Арғы қарай келесі сұрақ. Мемлекет басшысы және басқа да жоғарғы органдар белгілі бір мерзімге халықпен немесе өкілді органмен сайланатын басқару нысаны. Енді бұл бағана біз келтірдік, абсолюттік монархия болатын болса, қарасаңыздар, бұл жерде абсолюттік монархия деген ұғымға анықтама беріп көрейік. Мемлекет басшысы бұл жерде қараңыздар, белгілі бір мерзімге деп тұр. Белгілі бір мерзім деп отқанымыз бұл 5 жыл, мүмкін 6 жыл, мүмкін 7 жыл, мүмкін енді бір мерзім ғой, 6 жыл, 5 жыл, 4 жыл деген сияқты. Немесе өкілді органмен сайланатын басқару деп тұр. Енді абсолюттік монархия болса, не болады? Атадан билік балаға өте береді. Атадан балаға кете береді. Ал конституциялық монархия болатын болса, тоже атадан балаға, бірақ билігі не істейді? Шектелген билік. Шектелген. Бірақ бұда да атадан арғы қарай балаға билік жүре береді. Конституциялық монархия. Республика, теократия. Теократия деп отқанымыз бізде бұл діни басқару. Діни басқару. Бізде теократиялық монархия деп айтуға болады деп Біріккен Араб Әмірліктерін айтады ғой жаңағыдай. Ол жерлерде жаңағыдай дінмен қоғамды басқару деп біледі. Ал республика, Қазақстан бізде қандай? Республикалық басқару формасында. Республиканың ішінде президенттік басқару формасында. Сонда монархияның негізгі ерекшелігі атадан балаға билік мұра болып қалады. Республиканың негізгі ерекшелігі билік сайлау арқылы келеді. Билікке сайлау арқылы келеді. Келесі, азаматтық қоғам институттарына жатпайтын ұйымды көрсетіңіз дейді. Азаматтық қоғам дегеніміз не? Деген кезде азаматтық қоғамға байланысты бұл қалай айтсам болады? Мемлекеттен тәуелсіз адамдар деп қойшы. Мемлекеттен тәуелсіз жаңағыдай бір адамдардың жиналып, құрылып, бірдеңе істеген бір жұмыстары. Сонда мемлекет бұл азаматтық қоғамның ісіне араласпайды, заң бұзбайынша деп келеді. Сонда саяси партиялар, мысалға адамдар бірігіп не істейді? Саяси партияларды құрады. Сонда мемлекеттен тәуелсіз мемлекет адамдар, азаматтар
саясий партияларды куруга бола берет. Бул азаматтык коомго уюмуна жатады бул келе берет. Кәсіп одақтар тоже адамдар не істейді? Жиналып кәсіп одақ құрады. Не мақсатпен? Кәсіп одақтың негізгі мақсаты жұмысшылар құқықтарын қорғау. Жұмысшы мүдделерін қорғау деп қойдым, яғни жұмысшылардың құқығы бұзылса, ол кәсіп одақ олардың құқықтарын қорғайтын болады. Министрліктер мен әкімдіктер дейді, бұл бізде қандай болады? Бұл бізде мемлекеттік билік органдары болады. Сол себепті олар азаматтық қоғам ұйымдарына мүлдем жатпайды. Үкіметтік емес ұйымдар. Халықаралық, мысалға экология бойынша, немесе біздегі халықаралық экологиялық ұйымдар бар ғой, дұрыс па? Немесе бізде Қазақстанда Жасыл ел деген, Жасыл ел жастар ұйымы деген, егер жұмыс істеген болсаңыздар білесіздер, сол жерде Жасыл ел жастар, яғни ағаш отырғызу, жаңағыдай айналаны көгалдандыру іс-әрекеттермен айналысады. Бұл бізде азаматтық қоғам ұйымдарына жатады деген. Сонымен дұрыс жауап бізде С, яғни жатпайтын оған министрліктер, әкімдіктер. Келесі 21 сұрақ. Қазақстан Республикасында өлім жазасына қатысты қазіргі құқықтық жағдайды анықтаңыз дейді. Енді бізге айтады, уақытша мораторий дейді. Уақытша мораторий деген нәрсе мысалға бізге пауза қойып тұр дейді. Жоқ, бұрында негізі пауза қойған болатынбыз. Кейін уақыт өте келе оған не істеп толығымен алып тастадық. Қазіргі кезде Қазақстанда мүлдем өлім жазасы толығымен жойылған. Әскери уақытта да, терроризм үшінде мүлдем біз өлім жазасын қолданбаймыз. Өлім жазасын алып тастаудың негізгі себептері, яғни соттың қателесуіне мысал келтіреді. Егер сот қателессе, ол қателікті қайттан реттеуге ешқандай мүмкіндік жоқ болады. Сол себепті Қазақстанда ешқандай өлім жазасы қазіргі кезде жоқ, толығымен жойылған. Келесі, сот алқабилердің қатысуымен өтетін сот процесінің басты іс жүргізу ерекшеліктері. Олар тек азаматтық, әкімшілік, құқық бұзушылықтар туралы істерді қарауға өкілетті дейді. Жоқ, бұл енді бұл ұғым дұрыс емес, тек қана деген сөз. Алқабилер іс жүргізуде мән жайларды шешеді, ал заң нормаларын қолдану судьяның құзыретіне болады дейді. Алқа құрамы тек жоғарғы заңгерлік білім бар кәсіби мамандар жасақталады дейді. Жоқ, бұл яғни бізге керемет бір заңгерлер керек емес. Алқабилердің қатысуының өзі азаматтарды сот төлегін жүзеге асыруға тарту деп есеп көрсеткен. Андай сот билігіне жаңағыдай көмектесуге азаматтар тарту деп есептеледі. Келесі Д варианты. Олар қылмыстық іс бойынша жазаны өтеу орны мен мерзімін жеке дара анықтайды дейді. Бұны бізде кім анықтайды? Сот анықтайды. Сонымен бізде алқабилер не істейді? Алқабилер дауыс беру арқылы адамның кінәлі немесе кінәлі емес екендігін ғана дауыс беру арқылы шешіп береді. Ар қарай заң нормаларын қолдану тек қана судья, яғни оған қандай сұрақ береміз, жеңілдетеміз ба, ауырлатамыз ба, қандай жағдайда жазалау керектігін нақты кім белгілейді? Сот белгілейді. Сонда бізде алқабилердің атқаратын қызметі осындай екен. Енді алқабилердің сот процесіне қатыспауы бұл тараптардың, яғни қатысушылардың сот процесіне айыпталушы жәбірленушілердің бұл жерде өтінішіне байланысты қатысуы мүмкін. Немесе қатыспауы мүмкін. Жақсы, ары қарай 23 сұрақ. Қазақстан Республикасының азаматы басқа мемлекеттің азаматтығын қабылдаған жағдайда туындайтын құқықтық салдар қандай дейді? Біріншісі, қос азаматтық мәртебесі беріледі дейді. Қазақстанда қос азаматтыққа мүлдем не істеген? Тыйым салған, оны біз айтамыз бипатритке біз не істеп тастағанбыз? Тыйым салып тастағанбыз. Қазақстан қос азаматтықты мойындамайды. Қазақстан азаматтығы автоматты не істеледі? Тоқтатылады. Азамат тиісті айыппұлды төлеген жағдайда екінші азаматтық сақтап қалуға құқылы. Яғни айыппұл төлей ме, ол басқа бола ма? Біз айттық, бипатритке мүлдем жол берілмейді дедік. Бұл өзі азаматтық сақтап қалудың мүмкін емес екендігін білдіреді. Өйткені ол бізде не істеді? Басқа мемлекеттің азаматтығын қабылдады. Азаматтан шығару тек соттың арнайы шешімі негізінде
жүзеге асырылат дейді. Бұл жерде келеді азаматтықтан шығу, азаматтықтан қараңыздар, шығу, жоғалту немесе айыру деген нәрсе бар. Бізде шығу деген нәрсе өзінің өтінішімен азаматтан шығып кете береді, дұрыс па? Өзі егер кеткім келеді, Қазақстан азаматтығын ары қарай қалдырғым келмейді десе, онда өзінің қалауымен азаматтан шыға берсе болады. Қазақстан ол адамды ұстап тұра алмайды, оның ондай құқығынан айыра алмайды. Азаматтан жоғалту, егер ол азамат басқа мемлекеттің жаңағыдай құқық қорғау органдарына, полиция, прокуратура, басқа да мемлекеттік жоғары лауазымды тұлғаларына қызметке тағайындалатын болса, бірақ ол уақытта Қазақстан азаматтығынан шықпаған болса, ол уақытқа дейін шетелге кеткен, бірақ ол туралы ешқандай дерек жоқ. Ондай жағдайда Қазақстан не істейді? Ол азаматты автоматты түрде азаматтығынан жаңағыдай жоғалтқан болып есептеледі. Ал айыру жағдайы бұл тек қана соттың шешімімен болатын нәрсе. Қазақстан азаматтығын беру мәселесін президент шешеді, ал Қазақстан азаматтығынан айыру мәселесін тек қана сот шешетін болады. Ары қарай 24. Бұқаралық ақпарат құралдарында азаматтардың ар-намысы мен іскерлік беделіне нұқсан келтіретін, шындыққа жанаспайтын мәліметтер жариялаған жағдайда азаматтық кодекске сәйкес жәбірленушінің негізгі талап ету құқығы. Енді азаматтың ар-намысы, іскерлік беделі, яғни біреудің суреттерін, жаңағыдай нелерін жариялау арқылы оның абыройын нұқсан келтіретін іс-әрекеттер жасау. Бұл басылым қызметін сот шешімінсіз тоқтату дейді. Яғни оны не істей алмайды. Біреу айтып тұр, бұл жерде типа бір жерге барып газет журналда шығып жатқан нәрсені не істейді? Соттың шешімінсіз өзінің бір күшімен тоқтату дейді. Бұл нәрсе мүлдем сай келмейтін нәрсе. Редакция басшылығына тікелей қылмыстық жауапкершілікке тарту дейді. Оған да қатысты емес. Бұл да, яғни оны тікелей қылмыстық жауапкершілікке тартуға болмайды. Өйткені адамның ар-намысы, іскерлік беделіне нұқсан келтіру көбінде бұл азаматтық құқық бұзушылық. Ары қарай таратылған мәліметтерді теріске шығару және моральдық зиянды өтету дейді. Яғни олар не істейді? Егер оның шынымен де ол іс-әрекеттерді жасамаған болса, енді жасаған болған күннің өзінде, яғни олай жасауға болмайды. Яғни мәліметтер теріске шығаруды және моральдық зиянды өтетуді талап етуге нақты оның құқығы бар екен. Яғни оған не істейді? Жалған ақпарат таратқан үшін моральдық шығын төлейтін болады сотпен. Басылымның барлық таралымдарын тәркілеп жоюды талап ету, ондай құқық жоқ. Оны тек қана сотпен ғана жүзеге асыруға болады екен. Жақсы, ары қарай жарамдылық мерзімі өткен тауарды сатып алған жағдайда сатушының тауар қайтарылмайды деген ескертуіне қарамастан тұтынушылардың заңды әрекеті дейді. Енді мысалға бір магазиндер жазып қойды, тауар не істемейді, қайтарылмайды деп жазып қойды. Сонда дүкеннің ішкі ережесіне сөзсіз бағыну дейді. Мысалға қайтарылмайды деп қойса, оны не істей береміз? Үйге қайта береміз сонда? Жоқ, бұл іс-әрекет бізде заңды іс-әрекет емес, бұл дұрыс емес. Тауардың толық құнын қайтару және ауыстыруды талап ету, яғни бұл бізде нақты, яғни келтірген не бар? Егер бізде 14 күн ішінде, 14 күн уақыт болады бізде, қайтаруға жатпайтын тауарлардың тізімі бар. Сол қайтаруға жатпайтын тауарлардың тізіміне сәйкес келмесе, онда сіз барлық тауарды ауыстырып, құнын толық қайтаруға құқыңыз болады екен. Сатушыдан моральдық шығынды өндіріп алу үшін сотқа жүгінуді міндеттілігі дейді. Сатушыдан моральдық шығынды өндіріп алу, сотқа жүгіну міндеттілігі. Бұл жерде моральдық шығын ешқандай шығын келген жоқ. Басқа бір зат сатып алғаның үшін, ұнамай қалған саған жарамдылық мерзімі өткен тауар үшін сіз не істейсіз? Моральдық шығын сізге кеп қалған жоқ. Егер сіз оны тұтынып, содан ауырып больницаға түсетін болсаңыз, сонда сізге моральдық шығын келді деп айтылады. Ары қарай тауарды ауыстыру құқығын автоматты түрде айырылады дейді. Жоқ, ондай автомат сатып алдың болды деген нәрсе жоқ. Сонда бізде 14 күн ішінде қайтарылады екенбіз. Қайтарылмайтын тауарлардың тізімін білеміз деп ойлаймын. Бұл бізде дәрі-дәрмектер, іш киімдер деп келеді. Шұлық бұйымдары, носки дейміз, шұлық бұйымдары,
өсімдіктер мен жануарлар, жалпы осы өсімдіктер, жануарлар ар жақ қарай ұялы телефонның абоненттік құрылғысы деп келеді. Бізде сим карталарды, яғни біз не істей алмаймыз, қайтадан айырбастай алмаймыз. Басқа товарлардың барлығын қайтарып алуға болады. Жалпы түсінікті деп ойлаймын. Ар жақ қарай 26-шы сұрақ. Бізде бір жауапты сұрақтар кетті. Енді бізде контекст негізінде контекстті бір оқып жіберейін. 17 жастағы колледж студенті Арман жазғы демалыста жылдам тағам дәмханасына даяршы болып жұмысқа орналасты. В общем, оның жасы 17-те, ол жұмысқа орналасты. Жұмыс беруші онымен еңбек шартын жазбаша түрде жасаспады. Жазбаша түрде не істеген жоқ? Жасаспады. Тек ауызша болды, ауызша. Арманға күнде 10 сағат жұмыс істеткізді. 10 сағат. Ұсынылды түнгі ауысымда сағат 23:00-ге дейін қалуға міндетті. Bir айдан кейін Арман жалақысын сұрағанда жұмыс беруші сынақ мерзімінен өтпедің деген сылтаумен жалақының несі тең жартысын ғана төледі. Арман өз құқықтарын қорғау үшін еңбек инспекциясына жүгінді. Еңбек инспекторы жұмыс берушінің бірнеше заң бұзушылыққа жол бергенін анықтады. Жақсы, оның бізде құқық бұзушылықтардың бәрі өзі көрініп тұрды. Бізде қандай? Бірінші, ол даяршы болып жұмысқа тұра алады. Бірақ онымен бірінші еңбек шартын қалай жасау керек еді? Жазбаша жасау керек еді. Яғни оның бірінші қателігі бізде, яғни жазбаша түрде еңбек шартын жасамады. Ауызша жасады. Екінші, Арманға күнде 10 сағат жұмыс еткізді. Үшінші, түнгі ауысым, яғни түнгі жұмыстарға қалып тұрғаны. Одан кейін оның жалақысын тең жартысын ғана, яғни жалақысын толық төлемеу. Жалақысын тең жартысын ғана төледі. Ар жақ қарай еңбек инспекциясына жүгінді. Енді сонда жұмыс берушінің бұзған негізгі бұзған құқықтары, яғни осылар болып тұр. Енді мәліметіне сүйене отырып, жұмысқа қабылдау процесінде жұмыс берушінің талаптарын жол берген алғашқы заң бұзушылықты көрсетіңіз дейді. Бірінші заң бұзушылық бізге не істеді? Еңбек шартын жазбаша санда жасалмауы, еңбек шарты жалпы жасалу керек. Жазбаша 2 дана 2 штук жасау керек. Біреуі жұмыс берушіге, біреуі жұмыскерге қалады екен. Ар жақ қарай екінші сұрақ. Кәмелетке толмаған қызметкердің түнгі мерзімде жұмысқа тартылуы құқықтық негізі бағанағыдан көрсеткен болатынбыз. Яғни еңбек заңнамасында ол не істейді? Қатаң тыйым салынады. Қандай? Жазғы демалыс болсын, күзгі демалыс болсын, ол бәрібір жұмыс істеуге құқығы жоқ. Қазақстан Республикасының еңбек кодексіне сәйкес 16 жастан 18 жасқа дейінгі қызметкерлер үшін белгіленген апталық жұмыс уақытының шекті ұзақтығы бізде енді қараңыздар 14, 16, 16, 18 и 18 плюс деп қоя саламыз. 14, 16 бізде 24 сағат. 16, 18 болса бізде 36 сағат. Аз кетіп көрге, не? 36 сағаттан аспауы тиіс екен. Мына бізде 14, 16 40 сағат өзі бізде 18 жастан асқандарға 40 сағаттан аспауы тиіс дейді. Бұл бізде күнде 2 сағат деген негізі үстеме жұмыстар, жаңағыдай қосымша жұмыстарға байланысты келеді. Егер басшы жаңағыдай жұмыс берушінің жұмыскердің келісімен оны үстеме жұмысқа жіберетін болса, қосымша, онда күнде 2 сағаттан аспауы тиіс деп айтып жатады. Жақсы, түсінікті деп ойлаймын. Келесі, жұмыс беруші кәмелетке толмаған қызметкерге қатысты сынақ мерзімін белгілеу әрекетінің заңсыздығы. Сынақ мерзімі тек 3 айдан аспау керектігі жоқ, бұл 3 ай деген нәрсе жоқ. Одан кейін 18 жасқа толмағандарға сынақ мерзімін белгілеуге тыйым салынады. Яғни сынақ мерзімі оларға мүлдем белгіленбей деген. Осындай заң бұзушылықтар жасаған екен. Ең соңғысы, еңбек шарты рәсімделген жағдайда қызметкердің бұзылған құқықтарын қорғауды ең тиімді құқықтық механизмі бағана не істеді? Қайда жүгінді?
Еңбек инспекциясына, яғни жүгіну деген бар ма мына жерде? Міне еңбектегі бұл қызметкердің бұзған құқықтарын ең тиімді жолы өзінің еңбегін неседі кете салмаймыз ғой, жаңағыдай ойбай жалақымды бермей қойды деп. Сонда еңбектегі өзіне тиесілі жалақы мен өтемақыны толық өндіріп алуға құқығы бар. Ол жаңа қайда жүгінді? Еңбек инспекциясына. Енді еңбек дауларын шешудің жолдары, егер жеке еңбек даулары бар бізде, және ұжымдық еңбек даулары бар. Жеке еңбек дауы болса бізде келісім комиссиясы, ол шеше алмаса сотқа барамыз. Сонда бірінші, екінші сот. Егер ұжымдық болатын болса, бізде бірінші жұмыс беруші шешеді. Екінші ол шеше алмаса бітістіру комиссиясы. Үшіншісі бізде еңбек арбитражы. Ол шеше алмаса бізде сот шешеді екен. Сонымен бізде ұжымдық болса жұмыс беруші, бітістіру комиссиясы, еңбек арбитражы и сот төртінші болады екен. Осылай жаттап аламыз. Сонымен келесі құқық бұзушылық түрлері мен жауапкершілік шараларын сәйкестендіріңіз дейді. Енді бізде бұл сәйкестендіру тапсырмасы тәртіптік теріс қылық, әкімшілік құқық бұзушылық, айыппұл, қамақ қалу, құқығынан айыру, ескерту, сөгіс, жұмыстан босату, бас бостандығынан айыру, түзеу жұмыстары, моральдық шығынды өндіріп алу. Бізде моральдық шығын қай кезде кездеседі? Жаңағы біздің азаматтық құқықта, біреуді масқаралап бірдеңе жасаса, жаңағыдай біреудің автордың шығармасын ұрланса, біреу бір жерден зат сатып алып, одан уланып қалса, бізде азаматтық құқық бұзушылық болады. Азаматтық құқық бұзушылық болады. Бас бостандығынан айыру деген бізде қылмысқа кетіп қалады. Түзеу жұмыстары дегенді білеміз деп ойлаймын. Бұл бізде айлық жалақысынан 5% бен 20% аралығында ұстап отырады. Ескерту, сөгіс, жұмыстан босату деген өзі айтып тұр. Жұмыстан босату болса бізде қандай? Уже тәртіптік теріс қылық болады екен. Сонымен В жауабы тәртіптік теріс қылық, яғни жұмыс барысында оған ескерту беру мүмкін, или сөгіс, выговор беру мүмкін, или еңбек шартын бұзып жұмыстан босату мүмкін. Аржа қарай айыппұл, қамақ қалу, құқығынан айыру деген жаза бізде әкімшілік құқықта кездеседі. Сонымен бірінші жауап бізде В болды, екінші жауап бізде А болды. Яғни айыппұл, қамақ қалу, арнайы құқықтан айыру жазалары әкімшілік құқықта кездеседі. Келесі, құқық салалары мен олардың реттеу пәнін сәйкестендіреді. Отбасы құқығы, еңбек құқығы. Жаңа кездесті бізде. Отбасы құқығы енді атайып тұр ғой, жаңағыдай бізде отбасыға байланысты. Бірінші, жұмыс беруші мен қызметкер арасындағы қатынастар дейді. Бұл бізде еңбек қатынасымен байланысты. Жұмыс беруші мен кімнің арасында? Қызметкердің арасында. Қылмыс пен жаза. Бұл қылмыстық құқықпен байланысты. Қылмыстық құқықпен, мүлік пен жеке мүліктік, бұл азаматтық. Міне, мүліктік және жеке мүліктік емес қатынастар деп келеді. Мысалға, мүліктік қатынас деген азаматтық құқықта. Біреудің көлігін сындырып алсаң, уже естисің. Яғни оның көлігін нақты құны бар заттарға байланысты. Мысалға, келтірген шығыны нақты есептеуге болады. Ал жеке мүліктік емес қатынастар десек, оған бізде адамның абыройы, денсаулығы, ұятына байланысты, автордың өлеңіне байланысты, коммерциялық құпияларға байланысты. Бұл жерде ол, яғни адамның абыройының, денсаулығының немесе жаңағыдай оның авторлық туындысының нақты бағасы жоқ, сол себепті ол мүліктік емес қатынастар деп есептеледі. Ол екеуін де азаматтық құқық реттейді екен. Неке, туысқандық, бала асырап алу бізде бұл әрине отбасы мәселесі. Сонымен екінші жауап бізде біріншісі Д, екіншісі А варианттар келеді екен. Үшінші, халықаралық ұйымдар мен олардың мақсаттарын сәйкестендіреді. Енді біріккен ұлттар ұйымы және ЮНЕСКО. ЮНЕСКО бағана келтіріп қойдық, бізде қандай мәселе байланысады? Ол бізде білім,
ғылым, мәдениет, осы үш саланы егер осы үш сөз жаттасаңыздар, онда бізде ЮНЕСКО сөзі жаңағыдай қатты қиындықтар тудырмайды. Сонымен білім ғылым саласы болса ЮНЕСКО деп келтіреміз. Ал Біріккен ұлттар ұйымы қашан құрылды? 1995 жылы 45 жылы құрылды. Бұның құрылу мақсаты, құрылуы не үшін құрылды? Бұл Екінші дүниежүзілік соғыс аяқталғаннан кейін халықаралық бейбітшілік пен қауіпсіздікті сақтау, сол тыныштық, әлемдік тыныштық үшін құрылды. Сол себепті бізде А вариантымен сәйкес келеді екен. Әскери одақ құру бізге ол НАТО сияқты бір ұйымдар ғой, халықаралық сауда ережелерін реттеу бізде енді басқа мәселелер. Жақсы, ары қарай енді азаматтық құқықта меншік иесінің құқықтары: иелену құқығы бар, билік ету құқығы бар. Иелену заттың нақты иесі болу. Бірінші, заттың пайдалы қасиеттерін алу дейді. Бұл бізде ол қандай құқық болады? Пайдалану құқығы болады. Пайдалану. Не істеп жатыр? Затты, өзінің затын не істеп жатыр? Пайдаланып жатыр. Өз көлігін өзі пайдаланып айдап жатыр деген сияқты ғой. Мүліктің тағдырын шешу не істеді? Өзінің үйін не істеп жерді? Басқаға сатып жерді. Бұл қандай құқық болады? Тағдырын шешіп жатсын, билік ету құқығы болады деген. Үшінші, мүліктің заңды сатып алу. Сатып алған кезде біз не істеп аламыз? Оның иелену құқығы пайда болады. Біз сатып алдық, иесі кім? Біз болдық. Сонымен бұл иелену құқығы. Мүлікті мұра қалдыру тоже бұл бізде екеуде билік ету құқығы болады. Билік ету құқығы, пайдалану құқығы, тағдырын шешу, билік ету құқығы, мүлікті мұраға қалдыру. Мына жерде егер жаңылыс бар сұрақтарда, мүлікті мұраға қалдыру да, жаңағыдай мүліктің тағдырын шешу де екеуде негізі билік ету құқығына кіреді. Екеуде осы екі сөз келетін болса да, онда сіздер билік ету құқығы деп көрсете бересіздер. В және Д варианттарда келеді. Енді нағыз обыдда сіздерге бұндай сұрақтар келмейді деп ойлаймын. Жақсы, ары қарай 35. Азаматтық процеске қатысушы тараптарды сәйкестендіріңіз. Талапкер, өзі атайды тұр, талап қоюшы. Талапкер. Екіншісі жауапкер. Талапкердің талап қою бойынша іс-әрекетке жауап беру керек адам. Іс бойынша куәлік ететін адам, бұл нақты не? Куәгер дейміз. Бірдеңе іске қатысты бір іс-әрекетке оған бір мәлім болатын болса, оны біз куәлік береді дейміз, және ол куәгер деп айтамыз. Сот шешімін орындайтын тұлға десек, ол бізде не болады? Жауапкер болады. Жауапкер, яғни соттың шешімі бойынша жауапкер тұлға не істеу керек? Нақты бір іс-әрекетті орындау керек болады. Өз құқығын қорғау үшін сотқа арыз берген тұлға бізде талапкер болады. Талап қойылып отырған тұлға дейді. Талап қойылып отырған тұлға. Соттың шешімін орындайтын тұлға дейді. Мына жерде тура осындай не кетті? Талап қойылып отырған тұлға, жаңағыдай соттың шешімін орындайтын тұлға дейді. Мүмкін мына жерде не деп кеткен шығар? Кешіріңіздер, В вариантын келтіре алмаймыз. Орындайтын тұлға, соттың шешімін. Негізі Д, В варианттар екеуде келе береді. Егер мына жерде бізде егер соттың шешімін орындауын қамтамасыз ететін деп сот орындаушыны айтып кетпесе де, сот орындаушы. Сот орындаушы болуы мүмкін. Егер нақты орындайтын адам деп келтіретін болсақ, жаңағыдай соттың шешімін дәл шынымен орындайтын адам болатын болса, онда екеуде жауапкер болатын еді. Сонда бізде қазіргі кезде талап қойылып отырған тұлға дейтін болсақ, онда Д вариантын келтіреміз. Талапкерге А вариантын келтіреміз. Егер жаңағыдай болатын болса, тағы да В вариантын келтіруге болады. Бірақ бұл күдікті жауап ретінде қалып тұр. Жақсы, ары қарай неке қиюға енді бізде көп жауапты сұрақтар қалды. Неке қиюға ерлі-зайыпты болуға тыйым салынатын жағдайлар. Бұл бізде енді күрделі емес деп ойлаймын. Егер адамның басқа некеге тіркелген некеде тұру. Яғни ол өзі некеде тұр.
басқа, яғни неке қиюға кедергі болады. Өйткені ол жаңағыдай жаңа неке қию үшін бұрынғы тіркелген некесін не істеу керек? Бұзу керек. Сонда бірінші жауап бізде, бұл бізде дұрыс жауапқа келеді. Яғни неке қия алмаймыз. Тыйым салады оған. Өйткені ол басқа некеде тұр. Екінші, жұмыссыз. Жұмыссыздық ешқандай кедергі келтірмейді. Жұмыссыз боласың ба, кедей боласың ба, тақыр кедей боласың ба, үйлене берсең, неке қия берсең, ешкім кедергі жасай алмайды. Үшінші, араларында жас айырмашылықтың үлкен болуы дейді. Бұл жерде біреуі мысалға 60-та десек, біреуі 20-да десек, бұл енді ешқандай кедергі келтірмейді. Главное не істеген? Плюс 18 жастан асқан болса болды. Ерікті келісімі болса, өзінің қалауы болса болды. Сонда бұл жауапта бізге сәйкес келмейді деген. Сот іс-әрекетке қабілетсіз деп танылады. Бұл енді біз айтамыз, ақыл иесі дұрыс емес. Дұрыс емес. Ақыл иесі дұрыс емес болатын болса, жол не болады? Ол адамға біз неке қиып, жаңағыдай бір үлкен жауапкершілік жаңағыдай арттыра алмаймыз. Ақыл иесінің дұрыс емес болуы оған неке қиюына, яғни кедергі болады екен, неке қиюға тыйым салынады екен. Сонымен Д варианты болады, А варианты болады. Одан кейін түрлі ұлт өкілдері бізде халықаралық құқықта бекітілген ешқандай шектеу жоқ. Екі ұлт өкілдері бірімен неке қиса ешкімге кедергі келтірмейді. Ал ең соңғысы болашақ ерлі-зайыптылардың жақын туыс болуы, яғни бізде нақты кедергі келтіретін жағдай. Енді біз қосымша келтіреміз. Бір жынысты деп келеді. Бір жыныстылар болса, екеуде ер азамат, екеуде әйел азамат болатын болса, бірімен неке қия алмайды. Одан кейін асырап алушылар, асырап алынғандар. Енді асырап алушылар, асырап алынғандар арасында болатын болса, жаңағыдай бұларға да неке мүлдем тыйым салынады. Яғни бұл жерде олар кімдер? Бір отбасыда мен былай мысал келтірейін, жаңағыдай әкесі бар, қызы бар, анасы бар, ұлы бар десек. Бұл жерде олардың жаңағыдай әкесі мен қызының, анасы мен ұлының, асырап алған ұл мен асырап алған қыздың да екеуінің де бір-бірімен некелесуі тыйым салынған. Өйткені оларда отбасы деп есептеледі, заңмен тікелей тыйым салынған. Ешқайсысы бір-бірімен неке қия алмайды. Жалпы осындай жағдайлар ақыл есі дұрыс емес, жаңа айттық оған, жақын туыс болса, тіркелген некесі болса, олар бірімен неке қия алмайды екен. Келесі, қылмыстық процесте дәлелдеме ретінде қабылданатын дерек көздер. Дәлелдеме ретінде бірінші куәнің жауабы, дәлелдеме ретінде қабылданады. Өткен естіген, ол көрген. Көрген адам болғандықтан оны қабылдаймыз. Бірақ ол жалған куәлік беретін болса, заң алдында жауап беретін болады. Екінші, сарапшының қорытындысы. Сарапшы не істеді? Ол істі зерттеп, сараптамашы, яғни ол сараптама жұмыстарын жүргізуші, кәсіби маман. Не істейді ол? Жаңағыдай оқтарды, жаңағыдай саусақ іздерін бәрін сараптама жүргізіп, адамның қаны, несі, киімін, соны дәлел ретінде ұсынады. Бұл да дәлел ретінде қабылданады. Анонимді хаттар дейді, яғни біреу жасырын түрде жазып кететін болса, мүлдем оған қабылданбайды, ол дәлел ретінде есептелінбейді. Айғақ заттар. Айғақ зат деп отқанымыз, қарасаңыздар, қылмыс орнынан табылған заттар, полис, тапанша, аяқ іздері деген сияқты нәрселер, бұлар да бізде дәлел ретінде есептеледі екен. Енді өсек аяңдар деген әркімнің айтқан сөздері, экстрасенстің болжамы дейді. Енді бұл мүлдем сай келмейтін нәрсе. Жалпы бізде 3 жауап болды. Жақсы, ар жақырай. Халықаралық құқықтың негізгі қағидаттары дейді. Негізгі қағидаттардың біріне шекараны күшпен өзгерту дейді. Бұл бізде халықаралық құқықтың қағидаттарына қайшы келеді? Жалпы халықаралық құқықта 10 қағидат бар. Бұл бір-бірін құрметтеу, егемендіктің теңдігі, бір-бірінің ішіне араласпау деген сияқты, өз мәселесін өзі шешу деген сияқты. Мемлекеттің ішкі істеріне араласпау. Бір мемлекет басқа мемлекеттің ішкі ісіне араласуына болмайды. Мәдени экспансия, яғни мәдениетке, бұл жерде мәдениеттің де түк қатысы жоқ. Ар жақарай, халықаралық құқық пен күшті мемлекеттердің әлсіздерге үстемдігі деген заңмен тікелей тыйым салынады.
халықаралық дауларды бейбіт жолмен шешу деген принцип бар. Яғни дауларды болдырмау, дау болса оны бейбіт жолмен шешу керек екен. Қарулы қақтығыспен, жарылыспен емес, бейбіт жолмен шешу керек екен. Одан кейін мемлекеттердің егемендігінің теңдігі деген қағидат бар. Бұл бізде келтіреміз. Мысалға жер бойынша мына жерде Америка, жаңағыдай Ресей, Индия деген сияқты кез келген бір мемлекетті мысал келтіретін болсақ, олардың жер көлемі әртүрлі. Халық саны мысалға бір жерде 1 миллион, бір мемлекеттің 1 миллион халқы болса, екінші мемлекеттің 1 миллиард халқы болатын болса да, мысалға 1 миллиард халқы болатын болса, 1 миллиардтан астам халқы болатын болса, ол екеуі де Біріккен ұлттар ұйымында дауыс берген кезінде екеуі де тек қана бір дауыстан ғана бере алады. Бұл мемлекеттердің егемендігінің теңдігі дегенді білдіреді. Сайлау сияқты ғой, жалпы байда кедейде бір-ақ дауыс береді дейміз ғой, сол сияқты ұғым екен. Сонымен бізде В, Е, Ф варианттары халықаралық құқықтың қағидаттарына сәйкес келеді екен. Жақсы, ерлі-зайыптылардың ортақ бірлескен меншігіне жатпайтын мүлік. Бұл бағана келді бізде. Енді ортақ меншігі дедік, енді ортақ емес меншіге. Бұл некеге тұрғанға дейінгі жинап алған меншіге. Екеуі не істеді? Үйленбей тұрып сатып алды. Көлік сатып алды. Ол уже некелескеннен кейін де оларға жаңағыдай әрқайсысының өзіне тиесілі меншік болып есептеледі. Неке кезінде сатып алған пәтер уже не болып кетеді? Ортақ болып кетеді. Бізге ортаққа жатпайтын айтып тұр. Келесі, неке кезінде мұрагерлік жолмен алынған. Тоже бұл қандай меншік болады? Жеке меншік болады. Неке кезінде еңбек ақысын алған ортақ меншік, екеуінің ортақ меншігі. Неке кезінде сыйға алған, сыйлыққа алсақ, бағана айттық біз, уже бұл жеке меншікке кіреді екен. Неке кезінде зейнетақы жинағы тоже бұл екеуінің ортақ болып есептеледі. Сонымен бізде 3 зат ортақ, 3-еуі жеке заттарға жатады екен. Ең соңғы сұрағымыз, халықаралық шартты ратификациялау қандай құқықтық салдар туындайды? Біріншіден, ратификация сөзін көбісі түсіне бермейді. Ратификация дегеніміз халықаралық ұйымдардың қабылдаған нормаларын, жалпы заңдарын ұлт заңдарына, жалпы ұлттық заңдарға, ұлттық заңдар жүйесіне енгізу деп қойса, заңдарға енгізу. Мысалға, үнемі келтіреміз, 1989 жылы бала құқығы туралы конвенция қабылданды, ал Қазақстан 1994 жылы оны ратификациялады. Сонда біз өзіне істедік, Біріккен ұлттар ұйымында қабылданған заңды, 89-да қабылданып қойған заңды 94-те өзімізде енгіздік. Содан бастап жаңағыдай бала құқығы бізде де тура осы Біріккен ұлттар ұйымындағы талаптарға сәйкес қорғалатын болады. Сонда ратификацияны бізде жүзеге асыратын орган бізде Қазақстан Республикасында, яғни заң шығарушы орган бізде парламент бар. Парламент ратификацияны жүзеге асырады екен. Келесі, енді нақты жауаптарға өтетін болсақ, шарт мемлекет аумағында заңдық күшіне енеді. Шынымен де, ол ратификацияланғаннан кейін заң мемлекет аумағында күшіне енеді. Шарт ұсыныс ретінде кейінге қалдырылады дейді. Жоқ, ратификацияланғаннан кейін уже ол заңдық күші болады, кейінге қалдырылмайды. Басқа мемлекеттердің заңдарын өзгертеді дейді. Басқа мемлекеттердің заңдарын өзгертеді дейді. Шарт автоматты түрде жойылады дейді. Жоқ, жойылмайды. Ұлттық заңнама халықаралық шартқа сәйкестендіріледі дейді. Міне. Мемлекет шарттағы міндеттемелерді орындауға міндеттеледі. Басқа мемлекеттердің заңдарын өзгертеді деген кезде бұл енді кішкене сәйкес келуі мүмкін. Бірақ бұл жерде басқа мемлекеттердің заңдарын өзгерту емес, сол заңдарды жалпы бізге жаңа нормаларды енгізу просто. Ол заңдар біздің бірақ конституцияға, басқаларға өзгертетін, конституцияға қайшы келетін заңдар болмау керек. Сонда
ратификациялау нәтижесінде бізге заң, жаңағыдай заңдық күшіне енеді сол заңнама, біздің ұлттық заңнамамыз халықаралық шартқа сәйкестендіріледі, мемлекеттік шарттағы міндеттемелерді орындауға міндеттелеміз. Ары қарай соны уже біз не істеу керек боламыз, уже орындау керек боламыз деген сияқты әрекеттер. Ратификация осылай жүреді. Одан бөлек бізде ратификацияға ұқсас сөз келеді, ол нострификация. Нострификация сөзі бұл бізде мынау диплом бар ғой, диплом. Шетелде оқып келген дипломды мемлекетке жарам деп тану үшін біз оны істейміз. Шетелде оқып келгеннен кейін оны нострификациядан өткіземіз. Бұнда ол диплом Қазақстанға жарамды диплом болады. Жақсы, осымен сіздермен бірінші нұсқамызды аяқтадық. Сіздерге ұлттық бірыңғай тестілеуде көмектеседі деген ойдамын.